Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы көрші Өзбекстан, Қырғызстан мұсылмандары діни басқармаларымен бірқатар мұсылман мемлекеттермен кеңесіп, Құрбан айт күнін белгіледі. 16 маусым бірінші Құрбан айт күні, 16-сы, 17-сі, 18-ші маусымдар, осы күндер Құрбан айт күндері болып есептеледі. Кімнің мүмкіндігі болса, бірінші алғашқы Құрбан айт намазы оқылғаннан кейін, алғашқы 16-шы маусымда құрбандық шала беруге болады, және 3-ші құрбандық күн батқанға дейін, ақшам намаздан кейін құрбандық шалынады. Муфтият Құрбан айт күндері Раббың үшін құрбан шал, балаларға базарлық, жақыныңа жәрдем бер, біз біргеміз сынды қайырымдылық акцияларын ұйымдастыратын болады. Еліміздегі барша мұсылман қауымын сауапты іске үлес қосып белсенді болуға үндейміз.